Өйткені бұл өмірдің өзі де қатал. Жаныңызға суық әрі ашулы жанды жақындатып өміріңізді ауырлатпаңыз. Жақсы ер азаматқа тұрмысқа шығыңыз. Қорғап аялап жылу сыйлай білетін жанға, махаббатты майданға айналдырып, қолына қылыш ұстағандай болатын адам сізге керек емес. Жақсы ер азамат ешқашан әлсіз емес. Ол жай ғана айқайлағанды ұнатпайды, ол қорламайды, жанын жараламайды. Жаныңыздан үнсіз табыла біледі. Ол сізді қорғайды, жүрегіңізге тыныштық сыйлайды. Ең қиын күнде, ең ауыр кеште де онымен бірге ертегі сәл де болса жақындайды. Жаныңыз алаңда емес, қауіпсіз тыныштықта болатын жанды таңдаңыз. Жаныңызда өмір жолын бірге сабырмен жүретін адам болсын. Даңғаза ойдеге ұмтылмаңыз, әдемі сөздерге сене бермеңіз. Адамның қалай әрекет ететініне қараңыз. Күнделікті өмірде қандай екенін көріңіз. Жақсы ер азамат әлсіз емес, оның үнсіздігінде үлкен күш бар. Ол сізді үнсіз құшақтай алады, сонда жүрегіңіздегі ауырғаны басылады. Ол аялайды, жұбатады, жүрегіңізге тыныштық сыйлайды. Онымен бірге ең қиын кештің өзі ертегіге сәл де болса жақындайды. Жақсы да сабырлы ер азаматты табыңыз. Бұл өмірдің өзі де кейде қатал. Жаныңызбен махаббатты сезінетін, жүрегіңізді қанаттандырып, сізді қайтадан жаңа жанға айналдыратын адамды таңдаңыз. Ол даңғаза жасайтын батыр болмасын, жай ғана қасыңызда қалсын. Егер бір күні қиындық туып қалса, сізді жылы да мейірімді көз қараспен қарсы алсын.